Қайырлы күн, достар. Бұл Египеттегі біздің жолдасымыз екеуміздің екінші күніміз. Әдемі көрініс. Әдеттегідей жолдасым менің таңертең ерте тұрады. Өйткені ауылда да ол ерте тұратын. Ал ана Египеттің сағатымен бізде ерекшелік 3 сағат болғандықтан ол мүлдем ерте тұратын. Міне қарасаңыздар, отельдің территориясында екеумізден басқа адам жоқ қой. Осылай мені оятып алып, екеуміз сол Египеттің сағатымен таңғы 7-де, біздікімен сағат 10-да таңғы асқа кетіп бара жатырмыз. Таңғы ас ояқта 6:30-нан бастап беріле береді, сағат 10-ға дейін беріледі. Сөйтіп екеуміз айналаны тамашалап, асықпай таңғы асқа шықтық. Екі мейрамхананың біріне отыра салдық. Тағамдарында енді мін жоқ, көріп тұрсыздар. Ой, таңдауымызды жедік қой, таңдауымызды. Мына нанның түрлеріне тіпті таңғалам ғой, кәдімгі. Күнде таңертең барсаң, күнде свежий нандар тұрады ғой, салаттың түрі. Мен бұрын соңды таңғы асқа салат жемейтін екенмін. Мына Египетке барып салат жеуді үйрендім. Сөйтіп, әдемі көрініспен далаға отыруға бел будық. Екеуміз достарымыз әлі оянған жоқ, олар көбіне көп жай тұрады, ал мен күйеуім білесіздер, барлығы қашанда ерте тұрады. Сол ерте тұрғанмен екеуміз далаға күннің көзіміне шығып келе жатыр, әдемі көрініспен таңғы ас ішуге кірістік. Ал енді бәріңізге үлкен сұрақ болып тұрған осы Египеттегі саяхатымызға біздің отбасымыздан қанша қаражат кетті? Ең алдымен қаражатты айтпастан бұрын біз Қазтур компаниясымен барғанымызды айта кетейік. Қазтур компаниясына 2 апта бұрын жолдасым достарымен барып сөйлескен болатын. Сөйлескен кезде оларға 800 мыңға шығарған ақшасын. Ал жалпы біз қалтамызға екеуміз 300 мың теңгедей ақша салып алып кеткен болатынбыз. Және ол 300 мың теңгені теңгелей алып кеткен жоқпыз. Оны әрине біз обменный пункттардан ауыстырдық. Обменный пункттарға біз түстен кейін барып, сәл ірілеу купюраларға тап болдық. Негізі айта кететін жайт, егер де обменный пункттарға ауыстыратын болсаңызда, түске дейінгі уақытта барған жөн екен. Сол кезде $1, $2, $5-ға, яғни ұсатылған купюралар береді. Ал Египетте ең қажеттісі әрине ұсатылған купюралар. Ақшадан бөлек қалталарыңызға, чемодандарыңызға Қазақстан шоколадын салып алып кеткен абзал. Міне осы Қазақстан шоколадын бір рет қана көрсетсеңіз болды. Номерлеріңізде осындай әдемілік, осындай тазалық міндетті түрде болатын болады. Тіпті букет гүлге шейін суға салып әкеліп қояды. Соның өзі қуаныш сыйлап тұрады сіздерге. Ал екінші күнге қайтып келетін болсақ, бассейннің қасында жатып, біз түскі асқа қайтып бардық. Түскі ас ішкеннен кейін әдеттегідей күніге 5 мезгіл автобус жүреді жағажайға апаратын. Біздің отель екінші линияда, яғни жағажайдың бойында емес, сондықтан 5 мезгіл автобус апаратындықтан сол автобуспен барған болатын. Біз бұл автобуспен барған жағажайда снорклингпен балықтарды, судың астындағы әдемі көріністі тамашалауға болады. Яғни су түбіне түспейміз, судың бетінде. Бірақ бізде ол күні ондай қызығушылық болмады. Біз тек теңіздің шексіздігін көріп, әртүрлі видеоға түсіп, фотоға түсіп, кішкене теңіз шексіздігіне тамсанып, қайтадан кезекті автобусымызға мініп, отелімізге қайтқан болатынбыз. Жалпы бүгінгі күн өте тамаша өтті.